20 желтоқсан 1977 жылы Генри Тенди қайтыс болды. Бірінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан британдық қатардағы жауынгер, құрама патшалықтың біршама марапаттардың кавалері және Гитлерді өлтіруге мүмкіндігі болған жалғыз адам десек артық болмас. Мейірімділік ұрлықтан да жаман деп осы кісі туралы айтылған шығар. Себебі Генридің мейірімділігінен миллиондаған адамдар қаза тапты. Бүгінгі видеода Генри Тенди мен Адольф Гитлерді қандай оқиға байланыстыратынын айтып беремін. Аванс ретінде осы видеоға лайк басып, арнама жазылмаған болсаңыздар жазылып, қоңыраушаны мыжып қойыңыздар. Бүгінгі видеодағы оқиға сіздерге қызық болатынына сенімдімін. Олай болса, сіздерді Рилнар арнасында қош көрдік. Баршаңызға сәлем. Ал видеомыз басталмай тұрып, менің телеграм арнама жазылып кетулеріңізді сұраймын. Ол жақта өзекті жаңалықтар, сұмдық ақпараттар, ютубқа салуға болмайтын контенттер шығады. Телеграм арнама сілтемені видеоның сипаттамасынан таба аласыздар. 28 қыркүйек 1918 жыл. Солтүстік Францияның Маркуэн қалашығында ағылшындар немістерге шабуыл жасады. Бірінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуына 1,5 ай бар. Ағылшын әскерінің солдаты Генри Тенди окопта жатты. Бір кезде оқтың бағытында шаршаған неміс солдаты пайда болды. Жараланған, сүйретіліп келе жатқан солдат оған меңзелген қаруды байқағанда өзінің винтовкасын көтергенде жоқ. Генри біраз ойланды да неміске оқ атпады. Қаруын түсірді. Неміс солдаты басын изеп, өзінің әскеріне қарай жөнелді. Генри рақымшылық танытқан солдат ефрейтор Адольф Гитлер болатын. Бірақ Генри болашақта оның кімге айналатынын қайдан білсін. Бір қызығы, Гитлермен жолықпай тұрып, бірнеше сағат бұрын Генри Британияның жоғары әскери марапатымен, яғни Виктория крестімен марапатталған болатын. Бір өзі оқшашармен 10 шақты неміс солдатын қырып тастағаны үшін. Бәлкім, марапатталғаннан кейін кішкене демалайын деген шығар. Содан мейірімді болып кеткен болар. Уақыт өте Гитлердің өзі де бұл оқиға туралы айтып жүреді. Газеттегі Генридің марапатталған суретін сақтап қояды. Басқа нұсқаға сәйкес, Гитлер билікке келгесін ағылшын солдаты туралы мағлұмат іздеген. Одан бөлек, фюрердің Альпа тауларындағы резиденциясында бір сурет ілініп тұрды. Ол суретте оның қалай аман қалғаны бейнеленген болатын. Фюрер Мюнхен келісіміне қол қоятын күні қабырғада ілініп тұрған суретті байқаған Британияның премьер-министрі Невил Чемберленге «Бұл адам мені өлтіруге жақын болды. Мен бір сәтке Германияны ешқашан көрмеймін бе деп қалдым» деп айтады. Гитлер Чемберлен арқылы Генриге сәлем айтып, ризашылығын білдірген деген сыбыс та бар. Бірақ оған ешқандай дәлел жоқ. Екінші дүниежүзілік соғысқа Генри Тенди қатыспады. Жасы келген жауынгер Ковентри қаласында полицияда қызмет етті. Неміс авиациясының кезекті шабуылында фашистер Генридің үйін жермен жексен етеді. Одан бөлек Ковентридегі 4330 үйді күлге айналдырады. Аман қалған Генри бір сұхбатында былай дейді: «Әттең, оның кім болатынын білгенімде. Оның қаншама әйелдер мен балаларды қырып тастағанын көрген сайын, оны жібере салғаныма қатты өкінемін». Десек те, Генри Адольфқа қарағанда көбірек өмір сүрді. Ол 20 желтоқсан 1977 жылы қайтыс болады. Әрине, бұл оқиға қызықты болып көрінгенімен, кейбір тарихшылар оның шынайылығына күмәнданады. Біріншіден, құжаттарға сәйкес 28 қыркүйек 1918 жылы ефрейтор Гитлер демалыста болған. Екіншіден, Гитлердің полкі Маркуэн қалашығында шайқасқа қатыспаған. Үшіншіден, Гитлер ол кездері ешқандай жарақат алмаған. Соғыс барысында басында каскасы бар, үсті басы кір. Өмірінде бір-ақ рет көрген адамның түрін
Гитлер 10 жылдан кейін танып қойғанына тарихшылар сенбейді. Бәлкім Гитлердің өмірінде шынымен осындай оқиға болған шығар. Және газет бетінен Генриді көргесін, Англияның ең батыл солдаты маған рақымшылық танытқан деген аңызды мақтаныш қылып таратқан шығар. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Және Генридің орнында болсаңыз, не істер едіңіз? Комментарийге жазып кетіңіздер. Ал менде бүгінге осы. Баршаңызға аманшылық. Қызықты видеоларда көріскенше.